Қайырлы күн. Сіздердің назарыңызға бірінші сынып дүниетану сабағы өткізетін Орал қаласы 46-шы мектептің бастауыш сынып мұғалімі Хамитова Жанар Хамитқызы. Сабақ тақырыбы тазалық, денсаулық кепілі. Оқу мақсаты жеке бас гигиенасын сақтау маңыздылығын дәлелді түрде түсіндіру. Алдымен ұйымдастырылған ширатудың өзі өткізілетін сабақтың мақсатын оқушылардың өздері табуына жол ашты деп ойлаймын. Қадыр Мырзалидың не үшін керек өлеңін бірге орындай отырып, бастапқы білім негізіне сүйеніп, оқушылар өздерінің дене мүшелерін атайды. Қазір барлығын сөйлеп, Қадыр Мырзалид атамызға не үшін керектігін өлең айтамыз. Ал менімен бірге іс-әрекетті қимылды сізді жасап тұрасыздар. Қаны бастаймын. Екі көзім не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Артық естір тау үшін. Қол дегенің не үшін керек? Ермен көмек беру үшін. Тілінен жағым не үшін керек? Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызда біз осы барлық дене мүшелерімізді қалай күту керек, қалай сақтау керек, денсаулығымыз мықты болу үшін оларды қалай күту керек, сол туралы бүгінгі сабағымызда айтамыз. Ал ендеше орнымызға отыра қоямыз. Ал оқушылардың тазалық сақтауға қажетті заттарды атып, тану мақсатына жету үшін сиқырлы киіз үй әдісін қолдандым. Бұл әдісті белсенді әдіске жатқызып отырғанының себебі де сол, біріншіден оқушылар сылдырлаған заттардың дауысын ести отырып, ойланады, жан-жақты болжам жасайды. Сонымен қатар, сиқырлы киіз үйдің ішіндегі заттарды ұстап, тарақтың тарамдалған тістерін, сабын құтысының қаттылығын, орамалдың жұмсақтығын, тіс щеткасының тарамдалған тістерін, талшықтарын ұстай отырып, сипап сезіп, оның не нәрсе екендігін анықтайды. Ал балалар бері қараңыздаршы. Мынау сиқырлы киіз үй. Естілік. Түрлі дыбыстар. Не болды? Қайшы болуы мүмкін. Ортаға келген оқушы оны көрмей тұрып, қолымен сипап сезеді. Ол қандай? Сыр сипаты қандай? Ұстағанда қатты ма, жұмсақ па, ұзын ба? Соны басқа оқушыларға айтып тұру керек. Содан кейін барып тауып аламыз. Ал егер кімде-кім дәл тауып алса, оған біздер қуанып қараймыз. Ал қолыңды сала қой. Біреуін ұстады. Ал айта қой оларға. Ол жұмсақ. Тағы. Жұмсақ. Ол етті жуады. Жуады? Қолды жуады. Қолды жуады. Тағы. Біліп тұрсың ба не екен? Не ол? Орамал. Не ол? Ал көрсете қой. Міне таптым дейді. О не екен балалар? Ал ендеше ой шашыңызбен ұстадың ба біреуін? Ал түсіндіруге қандай ол? Ал айта. Сырт ұстағанда қандай ол? Үлкен екен. Тағы. Бұл пластмассаға ұқсайды. Несі бар? Қақпағы бар екен. Су. Бірдеңе сәл айтпаймыз ба? Сезіп отырмыз деп.
Өзің таптың ба? Не бұл? Су дейді, қарап көрейік. Су ма? Иә. Не істейміз, тапты ғой? Сала ғой. Таптың ба? Ал айтамын. Ол қандай екен? Екі қолын ұстайды ғой. Оның шуаны, Ал, бізден айтып қойдық ба? оның жүні бар. Жақсы. Не екенін таптың ба? Иә. Ол не? Тіс жуғыш көрсете ғой. Тапты ма? Жарай. Ол қабықта қабығы бар. Үстінде сабырдан жадыны бар. Ол? Қолды жуат. Түсініп отырмыз ба? Иә. Бұл не? Бұл сабыр. Сабын көрсетке ғой. Көрсетке ғой. Балаларға. Балалар тапты ғой да? Бәрі бірге. Сабақта қолданылған белсенді әдістердің бірі топтық жұмыс. Сондықтан оқушыларды осы сабақта қызығушылығына қарай топтарға бөлдім. Яғни бір оқушы ермексазбен жұмыс жасағанда жақсы көретін болса, бірі су бояумен жұмыс жасап, түрлі бейнелерді бояғанды жақсы көреді. Ал кейбіреулері қайшымен қиып, желімдеп, қима қағаздарды жабыстырғанды жақсы көреді. Сондықтан оқушылар бұл сабақта 3 топқа бөлініп, өздерінің қызығушылығына қарай іріктелді. Футбол ойнап жатқанда бізге ең бірінші қандай құрал керек? Доп жасай аламыз ба? Иә. Қазір. Бүгін біздер сабақта қазір ол допты жасау үшін бізге 3 түрлі жұмыс болады. Кім ермексазбен жұмыс жасағанды жақсы көреді? Жақсы көреміз ғой, да? Ермексаздың қасына бара қояйық. Ермексаздың қасына бара қояйық. Әлі жұмыс бастамаймыз жиналып алғанша. Ал кім допты бояғанды жақсы көреді? Бара қояйық, бояулаймыз. Ал кім қиып жабыстырмалағанды жақсы көреді? Сынып оқушылары өздерінің қызығушылығына сай 3 топқа бөлінді. Яғни, осы жұмыста оқулықпен жұмыс, шығармашылық жұмысқа жалғасып, оқушылар қызығушылығына қарай саралану тапсырмаларын орындайтын болды. Бірінші топ ермексаздан дөп-дөңгелек әдемі доптың бейнесін жасайтын болса, екінші топ суреттегі доптың бейнесін су бояумен бояйды, және үшінші топ қима қағаздармен қиылған доптың бейнесін жабыстырмалайды. Тазалықтың маңыздылығын дәлелді түрде түсіндірудің нағыз реті осы топтық жұмыста байқалады. Балалар, жұппен жұмыс жасаймыз. Жұппен жұмыс жасаймыз. Мына жерде сендерге фигуралар берілген. Сол фигуралардан допты жабыстырмалайсыздар. Басталды. Мен жабыстырамын. Кімдер жасап бұл допты? Ана допты. Топтық жұмыстың нәтижесі өзара бағалауға ұласты. Яғни оқушылар өздерінің жасаған жұмыстарын топта талқылай отырып, бір-біріне көрсете отырып, үздік бағаларын берді. Балалар барлығымыз жұмыстанды.
біреуіміз жабыстырмаласақ допты, екіншіміз ермексаздан доп жасадық, үшіншіміз допты суретті боядық. Ендеше біз қалай жұмыс жасадық екен? Қазір топтар бір-бірімізді бақылаймыз. Екінші топтың оқушылары бірінші топтың жұмыстарына қарай отырып, көліктер арқылы бағалай қойыңыздар. Аламын. Аяр. Мен бірінші топты ұшақпен бағалаймын. Себебі бірінші топтың доптары өте әдемі. Мен екінші топты шармен бағалаймын. Олардың барлық доптары әдемі шыққан. Барлық топтікі жақсы. Маған қараңыздар. Бәріңіз маған қарап тұрыңыздар. Қолдарыңызды көрсетіңіздерші. Не болып қолымыз? Краска болып қалды ма қолының барлығы? Әзірге тұсасы не болды? Не дейміз? Жабысқа, асып не болды? Жиелеріне асып қалды. Ендеше біз не істеуіміз керек балалар? Қолымызды жууымыз керек. Ал топтық жұмыстардан кейінгі оқушылардың лас болған алақандарын кезекпен жуып, тап-таза алақандарын көрсете отырып, қолданылған шапалақ әдісінің өзі оқушылардың жеке бас гигиенасын сақтауға арналған бағалаудың бір түрі деп есептеймін. Ал балалар, біздер қолымызды көрсете қойыңыздар, аппақ алақандарыңызды. Осы аппақ алақаныңыздың, тап-таза алақаныңыздың дауысы қалай шығады екен? Әрбір сабақтан кейінгі оқушылардың көтеріңкі көңіл күйде болуы бұл біздің жетістігіміздің белгісі. Яғни бүгінгі сабақта оқушылар өз ризашылықтарын білдіре отырып, сабақ қорытындыланды.